мына жерде қимақ қағаздардан бір біліп алып таңдамайсыз ұят емес пе? Аударып кетпеу деген. Ала беріңіз. Енді осы суреттерді қималасып құрастырыңыздар, сурет шығады. Қане? Ар жақта екі топқа гүлдердің суреті бар топ мына жақта келсін, ал оң жақта отыра берсін. Келді ме? Дания, сен мына жаққа. Жақсы, Дания, отыра қойсын. Болды, құрастырып, біріне жетіспеуі мүмкін, кеңейтпейді. Жақсы, болды. Жақсы, осымен екі топ болдық. Енді балалар қазір топтардың атауы мына несіне көрсетіліп тұрғандай болады. Мысалға, сол жақтағы топ сіздер этнографтар, ал сіздер демографтар деп ана ақ қағазда жазып қойыңдар. Этнографтар және демографтар. Қалған дәптер кітабыңызды дайындап сабаққа дайын. Балалар бүгін жалпы сабақ пікірталас немесе кішігірім дебат, зерттеушілік дебат түрінде өткізіледі. Сабаққа дайынбыз ғой? Дайын болсақ, онда ең бірінші сабақты бастамас бұрын мына слайдқа қараңыздар, тезис жазып тұр, қараңыздар. Тезис дейді. Кез келген мемлекеттің халқының саны өсуі ұлттың санының көбеюіне жақсы ықпал етеді дейді. Ал жетінші тағы да тезис демографтар тобында халық санының шамадан тыс өсуі табиғат пен экологияға кері әсер етуі мүмкін деп бұл бүгінгі сабағымыздың қазір үй тапсырмасын тексеріп алайық. Бұл жерде екіге тапсырма берілді. Қараңыздар, осы сіздерге екі топта осы сұрақтарға жауап беруге тырысыңыздар. Демографиялық дүмпу дегеніміз не, және демографиялық дағдарыс дегеніміз не? Демографиялық дегеніміз екінші типі. Бұл жерде бала тууымен адам өлімінің көрсеткіштері бар. Мысалы, оған Нигер, Мали, Уганда елдері. Иә, жақсы. Сіздер? Демографиялық дағдарыс дегеніміз халық санының бала санының төмендеуі, төмендеуге қарт адамдар көбейіп. Қай елдерге кетеді? Еуропа елдерінде, яғни дамыған елдерде. Жақсы. Демографиялық дүмпу көбінесе медицина дамыған елдерге дамуы. Себебі егер медицина дамымаса, онда демографиялық дағдарыс болуы мүмкін еді. Яғни балалар туыла сала шетінеп кеткен. Иә, ол да дұрыс. Жақсы балалар. Негізі енді оған бірден мәлімет оған Африка жатады. Африка оның саны негізі 1 миллиард қана болған. Халық саны өсе берген. Қысқа мерзім ішінде өлімдердің 2 есеге азаяды. Жақсы. Болды ма? Жарайды. Ал қай топтан бірнеше адам осы жаңағы айтқан елдерді көрсете ала ма картадан? Бауыржан, Европа елдері қай ел? Көрсетші картадан. Бұл жерде Еуропа елдері мына жерде орналасқан, яғни Азияның қасында. Мысалға алатын болсақ, мына жерде Еуропа елдерінде Франция, Италия деген сияқты елдерде демографиялық дағдарыс. Жақсы. Отырамыз. Жарайды балалар. Енді балалар, екінші бізде осы үй тапсырманы қорытындылайтын тағы бір тапсырма бар. Ол сіздерге ұялы телефон қолданылған. Мына QR-ды мүмкіндік болса топта бірнеше телефонмен сканер жасап, сондағы сәйкестендіру тапсырмасын орындасаңыздар. Бір топқа бір телефон жетеді. Жетеді, иә. Ашылып жатыр.
демографиялық саясат деп аталады. Сәйкестендіру тапсырмасы. Арасын қазір. Алыс тапсырма, жылдан жылдан орындаймыз. Жылдан жылдан. Яғни өткен демографиялық проблемалар деген тақырып бойынша берілген тапсырмалар. Қанша? Үшеу дұрыс. Төртеу жақсы. Жаман төрт сұраққа дұрыс жауап беріңіздер. Қанша? Алтыдан үш. Жарайды, жақсы. Бізде географтар тобы, алты сұрақтың төртеуіне жауап берді. Ал этнографтар алты сұрақтың үш сұрағына жауап берді. Жарайды, жақсы балалар. Енді балалар жаңа тақырыпқа көшпес бұрын экранға назар аударыңыз. Мына видеоны қазір. Қарқынды түрде өсіріледі. Жер бетінде 7 миллиард адам өмір сүреді. Және олардың саны қарқынды түрде өсіріледі. Туу деңгейі өлім-жітім деңгейінен жоғары болса, халық саны артады. Ал халық санының қолжетімді ресурстардан асып түсіп, қоршаған ортаның тозуына әкелуі халық санының бұл жағдай адамзаттың өмір сүруіне тікелей қауіп төндіреді. Халық санының өсуі басқа түрлерге де қауіп төндіреді. 200 жыл бұрын ғана дүние жүзіндегі адам саны 1 миллиард болған. Егіншіліктің дамуымен бірге адам саны да қарқынды өсті. 1927 жылдары дүние жүзінде 2 миллиард адам болған, ал қазір 7 миллиард. Біздің қатарымызға әр секунд сайын 2 адам қосылады. Медицина, егіншілік, санитария және басқа да факторлардың арқасында халық ұзағырақ өмір сүреді. Жалпы видеодан не түсіндіңіздер? Халықтың айтып тұр. Мысалы, секундта 2 демографиялық дүмпу мысалы. Бұл видеода халық санының өсуін, жылдарға қарағанда тез өсуін айтты. Оның жақсы жағы халық саны 1900 жылдарға қарай 2 миллиардқа, қазіргіде 7 миллиардқа күрт өскен. Бұл халық санының жер ресурстарына көп болуы, оның табиғатқа кері әсері етеді. Енді бізде қазір балалар енді тапсырып орындаймыз. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы демографиялық саясат. Дәптерлеріңізді ашып жазып отырсаңыздар, бүгінгі сабақтың оқу мақсаты демографиялық саясат түсінігін түсіндіру, негізінде жекелеген елдердің демографиялық саясатының өзіндік моделін түсіну. Сабақтың мақсаты демографиялық саясат тобын түсіндіру, дүниежүзі елдерінің
жүргізетін демографиялық саясатты білу, демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсыну. Тақырыпты жазып қойыңыздар. Жалпы болар демографиялық саясат дегеніміз халықтың өсуіне, құрамына, қоныстануына, сапасына байланысты мәселелерді реттейтін және шешуге мемлекет тарапынан бағытталған экономикалық, әкімшілік үгіт насихат шаралар жүйесі. Бұл неге деген қараңыздар. Халықтың тууы, некелік жас жыныстық құрылымның әсері және қоныс аударуға адамдардың тығыздығын әсер етеді екен. Енді балалар, ең бірінші сіздерге тапсырма қараңыздар. Демографиялық саясаттың түрлі нұсқалары дейді. Этнографтар тобы халықтың өсудің бірінші типі халық санының табиғи өсуіне ынталандыру дегеніміз не? Қандай елдерге тән дейді. Және демографтарға ұдайы өсудің екінші типі шектеу. Кітаптан қараймыз, осы екі ынталандыру және демографиялық шектеу деген саясаты дегеніміз не? Қандай елдерге тән екенін 4 минут қарап, сосын айтамыз. Сіздерде этнографтар не? Ынталандыру деген. Осылай мына жерде оқисыздар. Осындай жаздым, қай жерде? Сіздерде шектеулі демографиялық саясат дегеніміз не? Ал сіздерде ынталандыру. Қайма? Кім жауап береді? Қайсың? Демографтар тобы. Ұдайы өсу екінші типі. Бұл типте мысалы демографикалық саясат дегеніміз не, қандай елдерге тән дегенде бұл Қытай еліне мысалы оған шектеу қойған, шектеулі. Халық саны күрт өскеннен ол Қытайда тіпті бір баладан, соңғы кезде бір баладан артық тууға болмайтын шектелген. Жақсы. Халық санының ұдайы өсуінің бірінші типі елдерге бала тууының артуы мен халық санының табиғи өсуіне, яғни ынталандыру бағытталған демографиялық саясат басым болды. Бұл саясат Франция мен Жапония елдерінде тән болады. Жақсы. Қосар бар ма? Ұдайы өсудің екінші типі, яғни жіктеу демографиялық саясат тек Қытайға ғана емес, Қытай, Үндістан, араб елдеріне және оңтүстік батыс Азиядағы елдерге. Жақсы. Жақсы балалар, иә? Сонда екі типі бар екен, иә? Табиғи ұдайы өсудің, ол ынталандыру, яғни бала санының тууға, халық санының өсуіне жақсы әсер етсе, екінші халық санын шектеулі демографиялық, иә? Яғни төмендету мақсатында жүргізілетін саясаттың нұсқалары бар екен. Келесі енді бізде тағы да тапсырмалар жиынтығы. Қазір негізгі тапсырма бұл жерде мына демографиялық саясат шаралары дейді. Этнографтар тобы. Қараңыздар, сіздерге экономикалық іс-шаралар, тәрбиелік үгіт насихат жүргізу шаралар және Франция мен Жапония туралы қарастырасыздар. Ал сіздерге әкімшілік құқықтық іс-шара дегеніміз не? Осы демографиялық шара және халық санының артуынан табиғатқа, ауыл шаруашылығына, қалаларға тигізетін салдары және Үндістан мен Қытайдың мысалдары. Алдарыңызда андай қағаз тұр, соған жазсаңыздар да болады. Тоқтасып қозғалуға болады. Осы тақырыптың ішінде міне экономикалық іс-шаралар. Барлығымыз жалпы аласыздар, журналға, сосын тәжірибелік насихат және Франция мен Жапонияда қандай демографиялық саясат қолданылады екен, соны
Балалар, ол тапсырманы орындауға 7 минут уақыт беремін. Мүмкіндік болса, топта бір адам сөйлей бермей, барлығымыз белсене қатысамыз, жазып, мен мынаны айтайын, кітаптан қараңыздар. Жақсы. Дайындалуы кішкене мына топта қысқа нұсқа негізгі мынаны айта аламыз дегендер жазыңыздар. Қысқа бірнеше нұсқаларды таңдап алып жүрмін, мыналарды айтамыз. Негізгілер бар. Аяқтаймыз. Болдыңыздар ма? Жақсы. Олай болса бізде демографтар тобынан бастайық. Сіздер отырып тыңдаңыздар. Әнеки. Ана мен баланың мүліктік жағдайы жұмыс істейтін әйелдердің еңбек ережелері заңнамалар. Бұл әкімшілік құқықтық іс-шаралар кейбір елдерде дамымаған деп айтуға болады. Себебі мысалға Қазақстанда егер адам жұмыс істеп жүріп, егер ода баласы ішке тумаса, оған демалыс беріледі деп болады. Ал кейбір елдерде ол баласы болса да оған жұмысқа келу керек болады, ал жұмысқа келмесе ол жұмысқа айырылады. Жақсы. Тыныш тыңдаймыз. Біз бізге екеу саяси ұрандар ретінде қабылданған. Қытайда бала тууын жоспарлау жөніндегі комитет құрылды. Бір отбасы бір бала саяси ұрандар ретінде қабылданған. Және халық санының арту табиғатқа алып шаруашылығына қалаларға тигізетін салдары мысалы халық саны өте көп болса, онда оған халық тұратын жер керек, және де оған азық-түлік үшін жер салу керек. Сондықтан көптеген ормандарды шауып, ал ормандарда жануарлардың неге болады, олар неге бұзылады деген сияқты. Сондықтан халық санының өсуі мемлекеттің экономикасын дамытқанымен ол табиғатқа зияны көп. Яғни халық санының көбеюі экономикаға кері әсер етеді. Жақсы. Болды ма? Жақсы. Ал. Экономикалық іс-шаралар, ықпал еңбек демалыстары мақсатындағы көмек қарызы несие салықтық жеңілдіктер мақсатындағы бала саны аз отбасылар үшін артықшылықтар бала тууын азайту. Тәрбиелік және үгіт-насихат жүргізу іс-шаралары, отбасын жоспарлау саясаты діни нормаларға, әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер насихатталады. Франция мен Жапониядағы ынталандыру құрсы экономикалық шаралар. Жаңадан үйленгендерге бір реттік көмек қарыз әр бала туылған сайын берілетін жәрдемақы, ақылы демалыстар және табыстар.
оларға қылған асайын төленетін жайы бар. яғни демографиялық саясат екі түрі бар емес пе сол біреу ынталандыру біреу бала тууын шектеу бізде ынталандыру этнологтар осы ынталандырумен айналыстық андай соның Франция мен Жапония елдеріне тән сондай баласынан саясат сондай саясаттар осы елдерде Алдан қыздар. Жақсы. Болды ма? Жарайды, жақсы. Яғни сіздер осы демографиялық саясат іс-шараларын талдау арқылы сіздер әлемнің елдерінде әртүрлі жұмыстар жүргізілетінін байқадыңыздар. Жаңа әріп топ айтқандай Қытай мен Үндістанда халықты шектеу үшін не істеген? Не дейді Қытайда, не дейді? Қытайда екеуі бір бала болса әрине оған жәрдем ақша береді. Иә, қосымша, иә. Ал керісінше Франция мен Жапонияда халық санын көбейту үшін әртүрлі әлеуметтік көмектер ұсынылып жатыр, иә? жағдай жасау. Балалар, енді қазір кішігірім ойын өтеміз. Мен сіздерге елдерге байланысты уақыттар жасырамын. Соған жауап беріңіздер. Қараңыздар. Ең бірінші, барлығымыз қатысамыз, қараңыздар. Бірінші, бөлінген екі елде халықтар бар, азиялық шетелде дейді. Қай елде ойлайсыздар? Канада? Жоқ, азиялық бөлінген, екіге бөлінген. Вот, яғни солтүстік және оңтүстік Корея. Екінші қараңыздар енді. Жер бетінде халқы көп, кім айтады? Елді. Инап атайды ол Қытай дейді. Жақсы сіз айттыңыз. Енді қараңыздар, соңғы мұсылман үшін қасиетті діннің Арабия дедіңіздер? Қандай Арабия? Біріккен Араб Әмірліктері? Немесе Сауд Арабиясы? Араб Әмірліктері дейін, жарайды, жақсы. Балалар, енді келесі бізде тапсырма топпен орындаймыз. Мына картаға қарап анализ дейді, талдау жасаймыз. Бұл картада қарасаңыздар демографиялық жалғыз аймақтағы картасы дейді. Түстерді қызыл болған сайын сол аумақтарға демографиялық жарғылыстан, яғни туу көрсеткіші өте жоғары, халықтың саны тұрақты түрде өсу аймақтары дейді. Карталарымыз бар. Сол картаға мына қызыл түспен берілген елдердің атауын жазамыз. Мысалға, бірінші номер қандай ел болуы, бірде жазасыздар, атын жазасыздар. Мына картаға талдау жасап отырмыз. Алты мемлекет жазсаңыздар болады. Халық саны су көрсеткіші жоғары, алты мемлекеттік картадан анықтасаңыздар болады. Егер ана картада көрінбейді десеңіздер, ана тақтадағы картадан қарасаңыздар да болады. Қызыл түсті дұрыс ашық қою қызыл түсті осы елдерде туу көрсеткіші өте жоғары деген сөз. Сол елдердің алты мемлекет жазсаңыздар болады. Жасылмен негізінен туу көрсеткіші төмен елдер, халық саны. Картаға қарасаңыздар болады.
Алып келмейді, жетеді. Жақсы. Қалған Дания. Қандай елдер демографиялық жағымыз халық саны көп екен? Біріншісі Ливия, одан кейін Нәржде Мадагаскар, одан кейін Ливия, одан кейін Біреуін ұстасаңдар да болады оның міндеттеміз. мына жерде Ангола, сосын одан кейін Ауғанстан және Ирак. Жақсы. Ал, келесі. Демографиялық жарыс аймақтары көбінесе Африка құрамының елдеріне тән. Ливия, Эфиопия, Конго, Кения, Ангола, Ботсвана, Замбия, Мадагаскар, Танзания. Танзания. Және де Ауғанстан Жақсы. Жақсы. Жалпы балалар осы карта тапсырма орындау арқылы сіздер байқасаңыздар, негізінен халық саны көбеюде және демографиялық дүмпу байқалатын аймақтар олар Африка және Африкада жүргізбейді ғой демографиялық саясат. Енді осы жерде сұрақ туады, неге бұл мемлекеттерде қандай себептермен байланысты деп ойлайсыздар? Бұл көрсеткіш жоғары. Андай демографиялық саясат оларды шектемейді. Яғни негізінен бұл барлық азиялық мұсылман мемлекеттеріне тән қасиет, яғни мұсылман мемлекеттерінде бала туу ол салт дәстүрмен, әдет ғұрыппен тікелей байланысты. Ол өзімізде Олар да көбінесе шектеудің төмендеу. шектеулі. Жақсы балалар. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан барлық оқушыларға рахмет айтамын. Қазір енді рефлексия жасаймыз балалар. Әр топтан бір минут ойланып, топтарымыздан бірнеше адам осы сұрақтарға жауап берсе. Бүгінгі сабақ мазмұны түсінікті ме? Не түсінікті? Нені білгіңіз келді? Мақсатымызға жеттік келейік. Қауқар, не түсіндіңіз сабақтан? Бүгінгі сабақтың мазмұны маған түсінікті болды. Маған мен демократиялық дағдарыстың неліктен Еуропа елдерінде көп болатын білгі келді және мақсатыма жетті. Жақсы. Сіздерден. Айған. Бүгінгі сабақтың мазмұны түсінікті болды. Не түсіндіңіз мысалы? Бір елдің атын жаттаған шығарсыз. Қытайда Бір бала саясаткер. Жақсы. Мен бүгінгі сабақтан демографиялық саясат түрін нұсқалармен таныстым және демографиялық саясат шараларын. Жақсы. Бүгін біз барынша демографиялық саясат деген не екенін, оның қандай іс-шаралар мен мақсат міндеттерін толық анықтап білеміз. Ендеше бүгін сабаққа белсене қатысқан барлық топтағы оқушылар күнделік аттарымызды атайық. Сол балалар күнделік алып келсеңіздер, ал оған дейін үй тапсырмасы дейді, кескін картаға халық тығыздығы және сирек орналасқан елдерді түсіру дейді. Тапсырма жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы ретінде. Ана карта берген, әр топта екі карта тұр, соны алып осы топпен енді үйде орындап келесіздер. Жақсы?
Екіге бөліп алыңыздар, сіздер үшеуден үш бала, бір кандидат. Онда интернеттен сіздер қарайсыздар, жақсы ма? Бүгін сабақта белсене қатысқан демограф тобынан Назым, Мереке, Данияр, жалпы барлықтарыңыз осы демограф тобы өте белсенді болды. Сондықтан барлықтарыңыз күнделіктеріңізді записыңыздар болған. Және этнограф тобынан негізінен қыздар белсенді. Бірақ осы топта ерекше қатысуға түскен ол Бауыржан, не? Бауыржан, күнделік болды. Данияр, түсінікті ғой балалар? Кітап тұрмасын. Оқып, тарта орнатыңыздар.